Темекі шегу және оның зияны. Темекі шегу адамның орынсыз тілегінен туған бақытсыздық деген болатын орыстың белгілі фармакологы Догель. Өйткені адам баласында темекіге қажеттілік жоқ. Адамның шеккен алғашқы сигареті оның басын айналдырып, жөтелдіріп, жүрегін айнытып, басын ауыртып, көптеген жағымсыз әсерлер беретіні белгілі. Байқасаңыз, адам табиғатының өзі оны сақтандырып тұрған тәрізді. Әйтсе де, жас адамның ересек көрінуі, қатарынан қалмау, кәдімгі шығымқор болып көрінгісі келуі сияқты орынсыз тілектер оны шығымды үсті-үстіне шегуге итермелейді. Адам темекіге деген ағзасының табиғи жиіркенішті реакциясын жеңіп, ағзасын темекі түтініне үйретеді. Нәтижесінде темекінің улы әсері бірте-бірте әлсіреп, оның орнын қысқа мерзімді эйфория басады. Европаға темекінің Колумбтың матростары әкелгені тарихтан белгілі. 1992 жылы европалықтар осы қайғылы датаның 500 жылдығын атап өтті. Ал Африка мен Американың халқы оның дәмін бірнеше ғасыр бұрын тартқан болатын. Темекінің Европада кеңінен таралуына француз ғалымы Жан Нико да себепкер болды. Ол теңізшілер әкелген темекіні өсіріп, өзінің атымен аталған барлық ауруларға қарсы ем никотинді тапты. Алдымен темекі өсімдігінің сабақтарын кептіріп, ұнтақтап, оны иіскеу сәнге айналған еді. Кейіннен оны тұтатып, шегу бұл дәстүрді ығыстырып шығарды. Бірте-бірте түрлі сигаралар мен трубкалары, папиростар мен сигареттер пайда болды. Бұл әдетте адам тарихындағы қасіретті қадам еді. Өйткені темекі шегу кезінде ауа оның жанып тұрған бөлігінен өтіп 300 градусқа дейін қызады. Табақ ыстықпен құрғақтай өңделіп, оның құрамынан бөлініп шыққан аммиак, көміртек тотығы, шайыр, канцерогенді көміртегілер, радиоактивті изотоптар мен түрлі улы заттар түтінге қосылады. Сонымен бірге түтін өкпенің жалпы көлемі 100 шаршы метр болатын альвеолаларын тұтастай толтырады. Өкпе эпителийінің мұндай үлкен көлемімен жанасқан түтініндегі улы заттардың бөлшектері толығымен өкпе ткандеріне қанға өтеді. Кейінгі жылдары темекі тартушылардың қатары қыз-келіншектермен толыға түсті. Бүгінде Қазақстандағы қыз-келіншектердің 9,8% нағыз темекі тартқыштар саналса, 12 жастан асқан балаларымыздың 7,5% темекіге әуестік дертіне ұшыраған. Қыз-келіншектердің арасындағы темекі тартушылық 18-25 аралығындағылар арасында өршіп тұрған жайы бар. Жылына темекі тартушылықтың салдарынан болатын түрлі аурулардан жер шарында 5 миллион адам қайтыс болады. Оның 600 мыңы балалар мен жасөспірімдер. Шынына келсек, темекі жаппай жою қаруына айналып келеді. Оның келтірген нұқсаны ядролық, химиялық және биологиялық қаруларды бірге алғандағы келген зардаптан асып түседі.